Ассалаумағалейкум қазақ елі. Мен бүгін баяғыда талай айтқан ғой, кәшін домашний арестте отырған адамбыз. 25 жылдан бері бұнкей слежка. Үйден шықсаң жаңағы қарсы алады, үйге шейін шығарып салса провоцировать етеді. Әсіресе мына қатты провокациялар осы бір аптаның ішінде осындай болып жатыр. Мынау домның оң жағынан шықсаң полиция тұр жаңағы, тола машинесіне тығылып тұрады, біліп тұрын сөйтіп есіктерін ашып қойып өтемесін деп. Yani сол жағын өтейінше сояқта солай. Енді бүгін ашық тиісті провоцировать етіп, мынау Аль-Фарабидің үсті жағында тұрам жағы, Пагран академияның жағында, мынау терең көл дейтін жер бар, қыдырып астында жағы, судың жағасында, сояққа шығам. Сөйтіп келатыр едім, жағы как раз тар мостик, ар жағынан бір өзбекке, ұйғырға ұқсайтын біреу деп айтады, қасында бір орыс бала, бір орыс қыз 4 итпенен әтейіктар ғой. Сөйтіп қысырып не болады, осторожно деген, ты че? Деп анау тиістен ұйғыр, я себе покажу. Где-то ары кетсе 18 жасар баланы әтей унижать еткісі келеді. Түсініңіздер ме? Сөйтіп, оның барлығы неғып үшін дейсің? Оның барлығы әсіресе мынау Мұталип дейді ғой. Қазақтың баласын аяқта түрмеге тықты. Қазақтың қыздар намысын неғылам деп, ұйғыр баланы өлтіріп қойды. Соны сен миллиардерсің Мұталип. Қазақтың ақшасын мен неғыл жатсың? 3 миллиард доллар болды табан астында. Сөйтіп, видимо, Шоди Фас деген мен пікірім күмән бойынша КНБ-ның бастығы Сағынбаевқа, Саденовке. Оның үстінде дағы айтып жүр ғой. Бұрында нақ десең, анау бала кішіне ұйғырға ма, немнеге өзбекке ұқсайды, анау біреу орыс дәу. Бір қыз бар, сөйтіп не болады. Соны мен тағы оның үстіне, мынауға сатып алды дейтін қаланың әкімін Алматын сотқа бердім, глава облздравтың. Олар мені баяғыда Таразда техничный врач арқылы өлтіріскеп, мен пікірім күмән бойынша покушение на жизнь бит қой, дәлелдерім бәрі бар. Соны сотқа бергем. Сотқа жақсылап тұра бәрін дайындап, дәлелдеп, сөйтіп не қылып, соған оның үстіне не қылып жатыр. Әбден жаншектер шықтырып жатыр. Оларға кім бұйрық берді врачқа, немлерге, кім бі баяғыда анау немледегі Таразда облздравтың басын алдыртқызып, 3 орынбасарын алдыртқызып, Мырзатай, Асқар Мырзахметовтің арқасында сол үшін алып тастады ғой. Қордайский погром болып, по отрицательный мотив. Бас дәрігер больницада мені қинаған бір айдай жақын. Сонда емшесін сотталып кетіп, жұмыстан алып тастап. Сонда да сондай болып келетір ғой. Сен әсіресе сол үшін мен енді мына жерге КНБ-ның бастығы Сағынбаевқа айтайын деп едім. МВД-ның бастығы Саденовқа айтатын едім. Сендер мен тұрған өмірімді мынау 26 жылдан 5 күнде шыдай алмайсыңдар. Сендер менімен бірге где-то бір ай ма, 2 апта ма, бір жерде бір санаторийда ма, бір немне жерде тұрсаңдар, закрытый, басқа немне қылар, не қылмайтын. Екеуің мен пікірім күмән бойынша, сендер екеуің мен аяғымды жуып, маған жағу үшін, таласып сол аяғымды жуатыныңдар маған жағу үшін. Сендер ма? Менің пікірім күмән бойынша. Нағымен үйтіп ойлап нақ десең, мынау министр МВД, КНБ-ның бастығы фильтр ФСБ-ның дәден өтеді. Тоқаевтардың ондай немнесі жоқ, духы жетпейді, ондай қоюға. Олар қандай қазақтарды қояды? Әбден духы жоқ, әбден намысы жоқ, дүниелерді қояды. Мен пікірім күмән бойынша, мүмкін ондай емес шығар. Бірақ сондайларды қояды. Сендер артынан тығылып, осындай подлость жасап атсыңдар 26 жылдан бері. Бұлтыр талай мопедпен қағып кеттіңдер. Талай Измаевқа да боқтатқызыңдар әбден етіп. Анау Арстанова дейтін судья соның любовница сияқты ма жоқ, әйелі сияқты ма, шеше сияқты қорғап отырды, мені унижать етіп, адвокат екеуі. Сонымен мәз болып отырып, ешкім білмейді деп отырсыңдар. Сол үшін мен сендерге айтаттым, сендер мені өздеріңмен санамаңдар. Мен 26 жылдан бері маған мен балама көрсетпегендерім жоқ. Сол үшін қазақ елі мен сіздерге айтатындерім, мен баламмен осы бір нәрсе болып қалса, жүрек ұстап қалды, жоқ басқа жер ұстап қалды, басына кірпіш құлады, машина қалып кетті, мопед қалып кетті, бір жерін құлап қалды десе сенбеңдер. Ол тек қана Тоқаевпен мынау менің пікірім күмән бойынша шырық, Саденовпенен
жаңағы Сағынбаевтың тірлігі әбден неғылып кеткен, білгенін істеп, ана жерге тығылып алып, подпись, шайтандар сәрі тығылып алып, сөйтіп істеп жатқандар. Бәрімізден туған туысқандарым айырылып жет. Бізді үйде басқа жерде өлтіріп жүрсе де ешкім білмейді. 22 жылы квартираға проникать етіп, есікті жағы неғып ұстап алғанымызда 1 сағаттан бері полиция келмеді, КМБ бандит ұстаған. Сол арызды заявление об уголовном преступлении укрывать еткен. Ешкім жағы Карипбековті бәрі білет. Сөйтіп қалдырған, сөйтіп талай покушениеден өтіп келе жатырмыз. Енді мынау ертең сот болады. Сотқа осындай жағы мынау Мырзахметов кезінде сияқты болмасын деп істеп жатыр. Ол бірақ немнесі покушение на жизнь. Дәлелдерім бар менде. Нағыз олардың немне істегендерін. Оны талай көрсетем. И осы жердегі мынау қазір мен видеода көрсетем. Қайырда бізді маған не алған жап-жас бала жағы бюро шашты дейді. Енді ұйғырға ұқсайды дейді. Өзбекке ұқсайды дейді. Қасында бір орыс бала, қасында немне секіріп жатыр. Мен немерем деді кішкентай. Сол үшін мен Сәденовтен Сағынбаевқа айтатындар да, сендер әлі халық соты сендерді әлі жазасын береді. Ол дүние жазасын алдыр. Мен аман болса, бұл дүниеде жазасын аласыңдар. Осындай немне үшін сендер сен өздерің мені санамаңдар. Түсіндің ба? Мен айтып жатырмын ғой жаңағыдай, анандай жерде болсаңдар, сендер таласып отырып, менің аяғым жоқ, таласып отырып, көбірек мен сол кірісуім шет не алатындар адамсыңдар деп күмәнім, пікірім сондай. Бірақ ондай, мүмкін ондай емес шығар. Бірақ мен пікірім, күмәнім бойынша жаңағы ФСБ басқа адамдар қоймайды, олар қоятын адамдар мынандай жер должностьқа, мына ставканың үстіне $100 берсе, анаңды зорла десе, зорлап жеретін жағы. Мемлекетті жағы бәрін қойып. Сіңдер ма? Ол жағы осындай адамдарды қойады. Сәденовті жағы мына интернетке сенсең, қолы былай қан жағы жан өзенде не алған. Сол үшін қойған өзі жағы Орел сияқты парламентте жағы орысша жауап беріп, бір орыстан батыр жағы немнесі сияқты бар. Илья Муртьев сияқты болып жүр. На самом деле мен пікірім күмән бойынша ондай жерге жағы духы бар, қазақтың рухы бар, қазаққа, халыққа жан ашитын адамды ешқашан қоймайды. Ондай болмасын, бірақ мен сөйтіп ойлаймын осындай. Әне тығылып. Сендер ондайды қойыңдар. Сен мынау Қазақстанда жағы тюрьма вольного поселения қылып жердіңдер. Концлагерь қылып жердіңдер. Тың қатса дереу артынша не аласыңдар. А бізде жағы бір домашний арест отырған сияқтымыз. Шықсақ дереу басаласын. Көршілердің бәрін жағы сендерге не алып қойған. Соларды байқыстарды травить еткізесіңдер. Талай покушение болды. Сол үшін мен жағы сендерге айтатындар, жазасын әлі аласыңдар. Қорқытпайыңдар. Қазақтарын бәрін өлтіре алмайсыңдар. Қазақтарын бәрін түрмеге тығай алмайсыңдар. Сіңдір ма? Біз сендерге анау өзбек емес, анау жағы со дейіп немелер сияқты. Или жағы басқа немне сияқты емес. Өзі анау жағы Гейдар Земельді айтқан, это вольный народ, это не узбеки, которые спину гнут по приказу своих бай, без их приказа вообще ничего не смогут сделать. Так что сендерге құрметті халық, мынау қазір видеодан қай жерде жүргенін көрсетейін. Жаңағы анау өзбектерді өткенде көрсеттім ғой, өзбек азаматтардан жерде Тереңкөлдің үстіндегі бір жерде істеп атқан 7-8 мың алады дейді ақшасын. Біздің қазақтың жігіттері қаңғырып жүр, жұмыссыз. Осындай политика болды. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Мен бүгін күніге мынау Тереңкөлге қыдыруға шығамын. Яна көпірдің үстіне КНБ полиция бір 4 ит ұстап, қолдарында екеуі. Шетмен итін иіскеткізіп, старик жоқ қойды, я тебе сейчас бірнәрсе дам. Явный мынау Сәденовтің жағы, Сағынбаевтың жағы істеген тірліктері бар. Екінші күні тиісіп жатыр маған. Тиісіп бір нәрсе не алсын дейді. Алдында міне жерде кеше орыстар бір жігітпен жерге тигізіп не алып жатыр. А не үшін тигізіп жатыр? Неғып десе мен оларды разоблачать етіп жатырмын. Мынау әкім сатып алдыны сотқа берген. Управление здравоохранения маған покушение операцияға мәжбүрлі жасатқызып өлтіріскен болған. Соны жақсылап әдемілеп арызды қойып бергенде бұлар агрессивно не қылып жатыр. Соңғы кезде Тереңкөлде
итті қыдыртуға болмайды. Сол әтейі предлог іздеп жағы тиісіп жап-жас бір орыс жігіттер 20 жас қасында бір қыз бар. Тақыр бір неменеде не қылып жатыр. Мен айтайын деген Саденовпен Сағынбаевқа сендер халық жаусыңдар. Тағы айтайын, мен пікірім күмәні бойынша Шодиевпен Талиев деймін, Муталиевтің Кемчіқай солардың қол барсыңдар. Әсіресе Шодиевтің отан саттыңсыңдар. 20 жылдан бері кей осындай немене болғаттан екен. Провокация, қанша покушение маған, балама, үйін терезесі үйге проникать етіп, ақшаларымызды алып қойып, оны бас прокурор да білет, бәрі білет. Сөйтіп, кей күніге сол. Моншаға барсам, Арасанға, Алмарасанға ма? Арасанға. Сояқта тексет, солармен алсам, орайын десем, дереу ол жесбедекі бақшыға келе тұрды. Осындай күн бермейді. Сонда да мен беріспейм. Олар мені өздері сияқты немене деп ойлайтын, сынады деп. Бір неменеде общий бір жерде тұрсақ, Саденовпен Сағынбаевтың екеуімен бастау. Менің таласа мүмкін, мен пікірім бойынша таласып аяғымды жуып, маған ұнау үшін. Сол аяғын таласып су үшін жетінем деп ойлаймын мен пікірім бойынша. Осындай подлый поступок жасап атқандарына қарағанда ғана көпірдің үстінде провоцировать етті. Жаңа әкей КМБ Саденов пен Сағынбаев жіберген бандиттері не жерде әкей тұрды, ар жағынан мен келеттім. Үй жақтан мына қыдырайын деп. Дәл осы жерде. Өзі сарылау жер ғой. Қолдарында 4 иті бар. Жас жігіт бар, 18-20 жастағы. Ұйғыр ма, өзбек па, непонятный акценті бар. Әкей жағыны Талиев поэтика сөз не алғаннан өкімет. Талиев дейім, миллиардер болып кеткен. Қасында бір орыс қыз, тағы бір орыс жігіт. Дәукеген. Осы жерде, деп межеден, анау сәл ортасын не алғанда, 4 итті, дәу итті. Әтие, не қылып, убери собаку, дальше на коротком поводе девин. Ты что хочешь получить? Анау-мынау деп провоцировать етіп бастады. Өзбек ұйғыр жігіт. Непонятно жағы. Кенті бар. Қасында екеуі бар. Мен оларға тап беріп. Айтпен, сендер немен полиция КМБ жіберсе енді. Сендер осылай не болса дереу тартылды. Мен саған атаңымы болам, атаңнан дәумін деп. Сөйтіп кетті олар. Айтайын деген мұны Сағынбаевпен Саденовке. Сендер мені өздерімен теңістірмеңдер, мені қорқытатын болса баяқ қорқытатыңдар. Сендер өздерің мен тұрған көрген күн 5 күнде көремейді. Нақ десе күшті қазақтар ойға қоймайды. ФСБ немесінен өтесіңдер. Окей, жағы рухы жоқ, намысы жоқ, жағы қубасын ойлайтын жағы слабактар қояды ойға. Баяғыдағы сынып, не өздіретіңдер сендер. Бірақ сендердің істеген тіліктен бәрі халыққа қарсы, мемлекетке қарсы. Нақты сендер үндемей жүрсіңдер. Қазақстан талам тараз болып жатыр. Өзбекстан мен Қазақ, Ресейдің жағы
Қытайдың губерниясы болып баратынбыз. Билеп отқан солар. Сендер әшейін құшақта жүрген солардың немнесіңдер. Қол шоқпарлар соған мәз болып жүрсіңдер. Қазақстанда тонап жатқаннан шығады 5% ана лақтырып жесе, сол немеге мәз болып жаңағы өз халықты қылуға дайын боласыңдар. Тырнағыңды да тұрмайсыңдар, қазақтың тырнағын тұрмайсыңдар. Өткенде бүкіл қазақтарды өлтіре алмайсыңдар, бүкіл қазақтарды қамай алмайсыңдар, бүкіл қазақтарды соттай алмайсыңдар. Әлі жазаларыңды аласыңдар қазақ халқынан, Қазақстан халқынан, мемлекеттен. Өте қазір, сонда көреміз мұрынбоқтарың ағып, көздерінің жасын шығып, кешірім сұрап, бір-біріңе жала жауып сөйтіп жүргендерін көресіңдер, бір-біріне жағы. Осының бәрін. Әкемемді бала-шағын қамы ой деп, сөйтіп жүресіңдер. Тағы да айтатын қазақ халқым, мен балығымен бір нәрсе болса, ешқашан сенбеңдер. Жүрек ұстап қалды, басқа жер ұстап қалды, құлап қалды, машина қағып кетті, мотоцикл қағып кетті, кірпіш құлап қалды дегенге сенбеңдер. Бәрі сол істеген Тоқаевпен жаңағы Сәденов, Сағынбаев дейтін ФСБ Шодиевтің жаңағы қолшоқпарлары. Депутат биліктің қолдауымен жақсы. Осы жерде мен айтылған пікіріме, күмәніме, болжамыма, көзқарасыма өздерінің пікірлерін қалдырыңдар. Бірақ мынау тірлік жағы, біз полицейский государствомыз, әр жағы адамға жағы 3 полицейский, 20 шақты стукач, провокатор, вот так қойып қойған. Жақсы, рахмет.